Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен мен Айгерім бір жасағынан слайонный болып қатпарлы керемет самсалардың бірін тюльпан самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдыменен таза ыдысымызға тұзымызды, суымызды және де бір жұмыртқамызды жарып, салып алатын боламыз. Салып барлығын жақсылап біркелкі болғанша, тұзымыз ергенше араластырып алатын боламыз лопатаның көмегімен. Және де өңделгіштен өткізілген ұнымызды үстіне сала отырып, алғашқыда лопатаның көмегімен, одан кейін қолымызбенен қамыр илейтін боламыз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментарий, лайк қалдырып отырыңыздар. Қамырларымыз осылай салып, жақсылап қолымызбен илеп аламыз. Илегеннен кейін 5 минутқа қойып, тағы да 5 минуттан кейін қайтарсаңыздар, қамырларыңыз өте жұмсақ, керемет болып, жылтырақ болып шығатын болады. Қамырларымызды илеп қойғаннан кейін тұнғанша, қанғанша майымызды ерітіп аламыз. Кейбір майлардың ішінде суы болғандықтан майды 2-3 минут қайнатып жіберсеңіздер, самсаларыңыз жақсы шығатын болады. Қанған қамырымызды алып, 4 бөлікке теңдей бөліп шығатын боламыз. 4 бөлікке бөліп алып, дөңгелектеп 3 бөлігін алып қойып, одан кейін 1 бөлігін жайып шығатын боламыз. Толық рецепті мен описаниеда жазып қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Қолымызбен осылай дөңгелеп шықтық. 4 бөлігінде 1 бөлігін жайып, жақсылап дөңгелектеп, алғашқыда шет-шетін басып, одан кейін жоғары үстіңгі жағын басып, одан кейін барып, екі шетін басу арқылы қамыр илейтін боламыз. Жақсылап қамырымызды жайып алып, үстінен ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Біркелкі етіп, щетканың көмегімен жағып шығамыз. Төрт бөлігінде осылай жағып, май жағып, 4 бөлігінде жайғастырасыздар. Жайғастырғаннан кейін дөңгелектеп, рулет тәріздес етіп орап шығасыздар. Одан кейін ұлу тәріздес етіп домалақтап, пакетімізге салып, морозильникке жарты сағатқа қалдырып қоямыз. Сонда майымыз ішіне сіңіп, дайын болып тұратын болады. Дайын болған морозильниктен шыққан қамырымызды майда бөліктерге бөліп аламыз. Қамырларымыз қараңыздар, қалай қатпарлы слайонный болып тұрғанын. Барлығын бөліп шығатын боламыз. Салмасын алдын ала дайындап қойған болатынмын. Салмасына мен етті, картошканы, пиязды салып дайындадым. Картошка қосқан өзімізге ұнайтын болған екен. Картошка араластырдым. Сіздер араластырмасаңыздар да болады. Қолымызбен осылай басып, одан кейін жайып шығатын боламыз. Қамырымызды ортасынан дөңгелек етіп жайып, одан кейін ортасынан теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Бөлінген жағын осылай бір-біріне біріктіріп, түйіп, ішіне салмасын толтырып салып, жоғарғы жағында біріктіретін боламыз.
екі шетін ортасына алып келіп біріктіріп қойып қоятын боламыз. Тағы да біреуін көрсетейін. Осылай шетін бір-біріне біріктіріп, ішіне салмасын салып, шеттерін осылай біріктіретін боламыз. Сонда түлпан самсамыз әдемі шығатын болады. Тағы да біреуін көрсететін боламын. Толық көру үшін, үйреніп алу үшін. Осылай дәл видеодағыдай істесеңіздер, түлпан самсаларыңыз жақсы шығатын болады. Түйілген самсаларымызды үстіне толықтай жұмыртқа жағып шығамыз. Алдын ала және де пешімізді 250 градуста қыздырып қоятын боламыз. Толықтай күнжет сепсеңіздер де болады. Мен күнжет сепкен жоқпын. Осылай да әдемі шығатын болады. Барлығына жұмыртқамызды жағып шығамыз. Барлық жеріне пешкеге салып пісіріп алатын боламыз. Самсамыз пісіп дайын болды. Қараңыздар, өте слоеный, қатпарлы, керемет болып шықты. Менің жолдасыма өте қатты ұнаған самсалардың бірі болды.